Қанша еңбек етіп жатырмын, тер төгіп жатырмын. Неужели мен ұтпаймын болсын жарыстарды, қалай ұта алмаймын? Жаттығудан да шаршап кеттім. Күрескім келмей кетті уже. Geldir ayak kiyim giymesi mi taskiret o tabanına? Gel. Mine gel. Ay melanız çempiyon var benim. Осы көктем шықты болды бұл аяқ киім кимейтін осы. Жалаң аяқ жүргенде табадыран тастар ұшатын ғой. Сол күздіңгі жаздай жүріп, сол күзде бірақ киетін ғой аяқ киімді. Қалаға осы бұлар кішкентай оқымай тұрғанда келдік. Содан өздерін тастап кететінбіз. Тура біз спортшы клубының жанында үйіміз бар болатын. Біз айтатынбыз, сендер шықпаңдар, біз ауылдан келгенбіз. Сендер бір домды бүйтіп айналып кетсеңдер, сендер үйді таппай қаласыңдар. Біз үйді әрең табамыз деп енді олар алысқа кетпесін деп өзіміз қорқытатынбыз. Біз адасамыз, сөйтіп келеміз кеш жақын үйге деп. Содан біз кеткеннен кейін, қарындары тойғаннан кейін бұлар тура спорт школаға барады екен ғой, ойнауға. Спорт мектебінде көптеген секциялар бар ғой жаңағы. Таеквондо, күрес, бокс деген сияқты. Соның бәріне кіргенбіз негізі. Анау да кіргізбейді, мынау да кіргізбейді, содан енді бір қараса дзюдо залы жабылып тұр екен. Біз кіруге бола ма деп, екі балам Елдос жұмсаған ғой. Сен сұрашы бірінші деп. Болады, жақсы. Кішкентай болғаннан кейін ештеңеден ұялмай, қысылмай кіріп кете беретін. Ағай, дзюдоға қатыссам бола ма? Болады, қатысуға ойнап жүре беріңдер дедім. Сөйтіп тренировка жасап жүрді, бір айдан кейін уже белгілі бола бастады. Бір кимоно бердім ескі, мынаны мамаға тартып алып, кийдіріп, соны қуанып жаңағы. Кимоносын қысқартып кигізіп, Жандос екеуі кезек-кезек киіп, алысып, ойнатып, оларды сөйтіп, кимононы ең бірінші киген кез сол кез болатын. Бала кезде күнделік жазатынмын. Астына қызыл пастымен Елдос Сметов, әлем чемпионы деп жазып, астына сөйтіп қоятынмын да. Самиров физически мықты, асықпай күреседі. Сол күнделікке жазады, Намура, олимпийский чемпиондар бар. Мен осындай сияқты болам. Түбі осы мен олимпиадаға қатысып, бір олимпиаданың жүлдесін алам, өзім оқытады. Мен осындай тер төкпесем, мен ол дәрежеге жете алмаймын депші. Ең бірінші жарысым Алматыда өтті. Баратын кезде енді кішкентай боламын. Ахмет ағай осындай, осы жарысқа барсан, бірінші орын алсан, бірінші орынға телевизор береді деп айтты. Балалар, Алматыға жарысқа барамыз. Жақсылап дайындалыңдар. Жақсы күрессеңдер, телевизор кілем ұтып аласыңдар. Ол кезде бізде үйде анандай үлкен светной телевизор болатын да, бүйтіп барып кнопкамен басатынбыз оны. Ал кейін ана пультовый телевизор шығатты деп сондай естіп келіп жатыр ғой енді балалардан. Біреудің үйінде бар екен, сондай біз қашан аламыз деп сөйтіп жүрген кезде бұлар жарысқа барды ғой. Әке, жүріңіз, телевизор көтеріп келеміз. Мен бірінші орын аламын. Шар соптан кезде маған папа сіз жүріңіз Алматыға. Мен барғанда бірінші орын алып телевизор отамын. Телевизор көтеріп кетіп алам керек деп жаңағы бала ғой кішкентай. Мен білмей, жаңа ағайың бар жаңында, көтеріп кетіп адам бар деп жатырмыз. Сонымен шығарып салдық. Спортивный формасы да жоқ, әшейін анандай трикосы да жоқ. Мектепке кететін шалбармен жүрді. Соның күресте аяқтан жеңіп, чемпион болып, Жандос чемпион болып, балалардың бәрі чемпион болды. Телевизор алатын болдым деп қуанып, сөйтіп жаңа бір дәу коробкамен бірдеңелерді алып келіп жатыр. Ой, анау телевизорды маған береді деп қуанып тұрсам, бір кезде жаңа телевизордың ішінен вазалар шығарып жатыр да. Маған телевизор беріңдер. Соны бол жылап ана жерден маған мен телевизор бермеді деп. Әй, оны кейін ұтып аласың, ол басқа бір өтікі деп жұбатып алып келгенбіз. Содан басталды ғой ары қарай күрестің бәрі.
біреулер салмағын қуып тренировка істеп терлеп жатса, мен салмаққа түсер алдында тамақ жеп, су ішіп, салмағымды көтеретінмін. Чемпионат Қазақстанға ол кезде 32-ден басталады. Оның салмағы 19 килограмм. Өз салмағында ең кішкентайы, салмағы да жетпейді. Содан Жандос екеуміз, менен кейін екеуміз бір бұзылған гаражға барып, аккумуляторды бұзып, ішінде қорғасындан алып, бұндай сіріңкенің қорабына қорғасын құйып, Сөйтіп ерітіп жерге төрт бұрышты қылып шығардық жаңағы қорғасындарды. Сөйтіп анам әкеп бердік та, сол анам жаңағын төрт бұрыштық матаға тікті да, іш киімнің ішінен байлап, сөйтіп салмақты бір 2 килоға қосқанбыз сөйтіп. Өжет. Біреуден отылды ма, оны қайтармай қоймайды ғой. 8 ба 9 рет сынды ғой. Аяқ қолы, басы бәрі сынды. Бір айдан кейін қайттан не қылады, күресіп кетеді. Басқа бұлар тасып кетеді бізден. Ештеңеден қорықпайды. 8 жылдай қолымда болды. 7-ші класты бітірген кезде 8-ші класстан не кетті. Алматыда интернатқа барамын, интернатта оқимын, интернатта деп не қоймады ғой. Бүгінге балалар жетер. Ертең осы уақытта келесіңдер. Азан группа сағат 10-да басталады. Сағат 10-да келіп тренировканы жасайды. 3-2-де келеді. Одан 5:30-да тағы үлкен балдар бар. Оларға да қалатын. Нәрсер 3 мезгіл жасайтын тренировканы. Мен өзім күресті қатты жақсы көрдім да. Күресті жақсы көргеннен кейін маған күресе бергім келетін. Азия ойындарында дайындық болып жатыр. Бір апта қалды Инчонға кетуімізге. Бір жаттығуда не қылды? Қабырғасын ауыртып алды Елдос. Бір кезде Елдос келді, жүгіріп келді, жүгіртті тарта бастады. Сен қабырғаң ауырып тұр ғой сен. Елі ауырса да жасайын деді ол. Бір батырлығы сол жер маған ұнады. Енді мынандай еңбек еткенін көрдім де мен оны. Енді точно чемпион боласың дедім ішінен. жылдан бастап жарыстарға шықтым. Бірінші белдесуде, екінші белдесуде болмаса ұтылып қала бердім да. Мен осы жарыста көп шаршап қалдым. Бірінші белдесуден кейін жинала алмадым. Барлық нәрсе жеткілікті сияқты, бірақ ұтылып қала беремін да. Қанша еңбек етіп жатырмын, тер төгіп жатырмын. Неужели мен ұтпаймын осыны жарыстарды, қалай ұта алмаймын мен? Жастар арасында әлем чемпионы болып, осымен тоқтаған шығармын деп ойладым. Маған звондап айтты енді мама мен шаршадым. Бәрін тастап кетіп қалғым келіп тұр деп жаңа сөйтті. Мүлдем күрескім де келмей кетті да. Жаттығудан да шаршап кеттім демін. Мен мына жақта естіп жүрегім жаман болды. Жылайын деген дауыспен айтқан сияқты болып естілді ме енді. Мен енді бер жағымнан тек келсең келші деп айтқым да келіп тұрды. Елдос, сен бұны бастадың кішкентайыңнан, мінекей 7-8 оқып болдың қазір. Есепте қанша жыл болды, еңбек бұның бәрі. Осының бір шыңына шығу керек. Чемпион болу үшін ерінбей еңбек ету керек. Мен әлем чемпион болам. Шыда, әр жұмыстың қиындығы бар. Маған телевизор беріңдер. Намысымды оятып ішіндегі қазақтың көк туын желбіреткім келмей ма деген сияқты бір сөздер айтып та. Осы істеген ісіңді түбіне жеткізші деді да сонымен. Көзге жас алып тұрып, әнұранды айтсам ғой, көк туымызды желбіретсем ғой деген ой болады деп ойлаймын әр спортшыда. Әр қайсысы сенім артып отқан жанкүйерлерінде сен осындай жетістікке лайықсың деген сөздерді жазып жібереді. Солардың оқып, өзім бір осы сенімді ақтаймын деген сияқты бір іштей күш-жігер оянады.
сенің де ақылың көп, сен ақылдысың, сен күштісің, сен күрескен кезде мен күшті болып отырамын деп жаңағы сөйтсем, мама сен менің қалқанымсың ғой дейді ғой. Осындай қалқаным тұрған кезде мен ешқашан жеңілмеймін дейді. Әке шешем маған сенім артып, осындай нәтиже күтіп отқанды сезінем да өзім. Әке, міне телевизор. Едешь к свету!